авто вокзал дейді екен ғой бұлар. Соғаның жанында қытайша жазулы тұрған нені ақпарат дейма, соны полиция шақыртқан бағана 102-ге хабарласып. Сол барып олар келді, мен жаздым, мен енді мына жерге барыңыз дейді. Азаматтарды қабылдау полиция несі орталығы. Бұл жерде нені береміз дейді, хаттама дейма, не дейді, хат қабылданды деген. Бірақ полиция бірден айтты, біз енді оған ешқандай әрекет жасай алмаймыз, өйткені ондай құзырымыз жоқ. Тек қана дейді, не тіркеп, оны акиматқа жібереміз. Мен оны білем, акиматқа жіберетін. Сәйім жіберіңіздер, бірақ вы должны зафиксировать осыны деп. 15 шілде 2025 жыл, мынау полиция Жаркент қаласының полиция орталығы. И мен мына жерге келіп отыра тұрайын дедім де, өйткені жерде өте ыстық. И келсем, мына қараңыз, полицияның алды мынандай шашылып жатыр ғой. Полиция бұны қарай ма? Кім қарайды? Кімге айту керек мынаны? Масқара ғой мына жер. Қоқыс, толған қоқыс, мына қараңыздар. Міне жатыр. Міне, арық толған қоқыс. Тура полицияның қарама-қарсысы. Сонда халық осында келеді, күтіп отырады мына жерге. И сосын бәрін тастайды. Өйткені ешқандай не жоқ, тастайтын жәшіктер жоқ. Жоқ, полицияның алдында бар екен, ана жерде, мына жерде жоқ ештеңе. Тротуардың бойында тұру керек қой, не деген, жәшіктер деген.